Bir екі естіліп тұр ма? Бісміллә бастайық. Айтып басыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерді бастап қойып. Сіздермен бірге Солбай ағайдыз. Бүгін бізде жаңа шығарылым. Нөмірі 77 Алматы Маңғыстау пойыз түсіретін болам. Пойыз қазір келеді. Квенска номері 22 Қызылорда Семей пойызы екінші жолда тұр. Номері 22 Қызылорда Семей пойызы екінші жолда тұр. Вагондар саны пойыздың басынан салады. Квенска номері 78 Маңғыстау Алматы пойызы бірінші жолға қабылданады, сақ болыңыздар. Номері 78 Маңғыстау Алматы пойызы бірінші жолға қабылданады, сақ болыңыздар. Вагондар саны пойызы соңынан салады. Внимание, будьте осторожны. Скорый поезд интерсемейский пакет, сообщил Маңғыстау Алматы, принимается за первый путь. Стоянка поезда 15 минут, набирает расхват отстава. При подходе поезда бірінші жолға келеді, естідік. Біз қазір сол пойыз түсіретін боламыз. Бүгінгі шығарылым сол пойызға арналады. Екінші жолда Қызылорда Семей пойызы тұр. Котлеты, пирожки, котлеты. Burada konsantrasyon. Айтып болма. Айтып болсын деп үндемей келіп жатырмын әйтеуір. Екінші жолда Қызылорда Семей пойызы. Қазір бірінші жолға Маңғыстау Алматы пойыз келеді. Бүгінгі шығарылымды сол пойызға арнайтын болам. Жаңа ғана келмеді бұл. Жаңа ғана келмеді, қайтадан жинап отыр ма? Қызылорда Семей пойызы жаңа ғана келеді осы 5-10 минут бұрын қайттан жүріп отыр уже тез-тез. Ана нені қарасаңдаршы, күннің батуына көрініс қарасаңдаршы, пойызбен әдемі келісіп тұр. Бүгінгі шығарылым сол пойызға арналады. Не айтатынын ұмытып қалдым ғой, менен кейін. Негізі бұл шығарылыма себепкер болған. Менің демалысқа шығуым деп қояды дейді. Негізі қол тимей кетті. Түсіріп тұрам ба деп ойлап едім. Қол босамай кетті. ОБТ дегенде негізі мен 11 сынып оқимын ғой. Көбісі ойлайды мені бір үлкен кісі деп, білмеймін, даусым үлкенге ұқсай ма. Былтыр мені үйленді деді, үйленбеді деді. Үйленген деді, үйленбеген деді. Негізі мен үйленбеген жігітпін ғой. Білмеймін, даусым үлкен кісіге ұқсай ма. 11 сыныпта оқимын. Сол ОБТ дегенде әйтеуір қол тимей кетті. Шыны керек. Бүгін 90 темасқа шыққасын жаңа шығарылым түсірейін деп шештім. Бұл жолы менің көзіме түскен пойыз. Қазір пойыз келеді қазір. Не пойыз? Маңғыстау Алматы 78. Жай, блок қой. Блок. Арнайы түсірдім ғой. Наурыз қарсаңда сыртын безендіріп деген естіп соған келіп түсірейін деген ғой. Наурыз қарсаңда сыртын безендіріп деген естіп соған түсірейін деп келген ғой. Нені сыртын безендіріп? Вагондардың сыртын безендіріп тұр. Маңғыстаудың ба? Иә. Соны түсіруге келіп жатырмын. Жаңа не үшін келгенін айтып қойдым, соны вагондарын сыртын безендіріп деген естідім. Инстаграмнан көрдік, тиктоктан әйтеуір бір жерден көріп. Сосын қой деп түсірейін деп шештім. Қазір келген кезде түсірейін да оны бір аталай, аяқта кетір ол қазір. Тоқтайды ол қазір. Не айтып не болған өзіне ұмытып қалдым ғой. Әуелі Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын баршаңызды. Не айтып не қойғанымды өзім де білмей жатырмын, шыны керек. Неке келді. Алматы фирмалық пойызы. Сырты безендіріп деген естідім әйтеуір осы пойыздың да. Соны естіп келіп отырмын, негіздің мақсатым. Соны түсіру болды. Және Алматы фирмалық пойызы ретінде алғашқы рет түсіріп тұрмын бұл пойызды. Бұған дейін мен бұны фирмалық пойыз болмай тұрып түсірген бір рет. Көрдіңіздер ғой оны өздеріңізде. Мына вагондар безендірілмеген ғой.
өткенде безендірдік деп жатыр осы вагондарды. Осы пойызды бір түрген кезінде ше, бір қай бір неде қашан түсіріп едім? Қаңтарда ма түсірдім осы пойызды. Сол кезде айтып қалып едім ше, осыған фирмалық ат берсе қалай болады деп. Айтқаным ай деп, Алматы деген фирмалық атақ берді осы пойызға. Қуанып отырмын өзімде. Зато ғой менің видеоларымды жоғары жақ көре ма не? қтж-ның басшылығы. Жоқ, менің видеомның қатысы жоқ деп ойлаймын енді. Өздері солай шешкен шығар, қоямыз деп. Менің анам айтқандай ықпалым жоқ қой. Саясатқа. Жалпы да. Көретін, мыңға адам көреді. Безендірілді деген негізі жалған ба деп қалдым, бірақ өткенде безендірілген вагондарды көргенмін өз көзіммен. TikToktан көрдім өз көзіммен. Ал келді, соңынан бастап түсірейік. Безендірілген вагондар бар ма екен бұда? Ал екінші жолға өтіп кеттік, құрамның соңғы жағына келдік. Бұл құрамда ешқандай безендірілген вагондар жоқ, бірақ безендірілген вагондар бар, құрам бар екен. Осы Алматы фирмалық пойызының бағытында. Бұл пойызда 6 ма 5 па құрам бар. Пойыз күнде жүреді ғой. Оны білетін шығарсыздар, иә? Бүкіл Қазақстан біледі ғой, күнде жүретін. Бұл құрамда жоқ, бірақ басқа құрамында бар деп естідім. Әдейі екінші жолға өтіп кеттім. Өйткені бірінші жолда адамдар өте көп, бұл пойыздың жолаушылар да өте көп қой. Енді камераны әркім әртүрлі қабылдайды дегенде ғой. Маған дегенде қолайсыздықтар болмасын деген ниетпен әдейі адам жоқ жерге келдім. Бірінші жолда Қызылорда Семей пойызы, оны көрдіңіздер. Камераны әр адам әртүрлі қабылдайды, біреулер жақтырмайды, біреулер әйтеуір түсіністікпен қарайды. Біреулерге ұнамайды. Сол себепті әдейі адам жоқ жерге, адам аз жерге келдім. Әдейі. Ешқандай бұда вагон жоқ екен, безендірілген. Мен сондай вагон именно сондайларын сүргім келген негізі. Болмай қалды. Ей, көріп атсам, егер көріп атсам, ютубқа салам. Негізі сол 90 бітіріп әйтеуір демалысқа шығып қойып ютубты қолға алайын деп шыққам ғой. Сосын көзіме осы безендірілген вагондар түсті. Жалпы TikToktан, Instagramнан, жалпы нелерден, әлеуметтік желілерден көріп қалдым. Алматы Маңғыстау пойызында сондай вагондарды. Одан кейін бір-екі адамдарды айтты әйтеуір. Одан кейін қой енді сондай вагондарды түсіріп көрсетейін деген ниетпен шыққам. Бірақ жаңа сәл қолайсыздар болып қалды енді. Өзім не айтып не қойғанын білмей қалдым. Мінекей, бұл құрам жайлы да мен негізі шығарылымда шығарғам, иә? Көргенсіздер, ақпараттық жүріп жатыр мынау. Сәл былай қашып. Пойыз жүрген кезде сәл арырақ тұрыңыздар енді. Қауіптірек жақын тұрсаңыздар. Вагондары жайлы әйтеуір барлық жағынан да бұл пойызды мақтағам. Сол кезде айтқан болатынмын, бұл пойызға неге фирмалық ат бермеске деп. Маңғыстау Алматы пойызына да. Адай деп, немесе Каспий деп, Маңғыстау деп әйтеуір. Бір андай әдемі бір сол пойыздың бағытына сай бір ат қойса екен деп айтқан болатынмын. Өзімше бір ұсыныс ретінде сол роликті. Содан кейін осы наурыз айында ма, ақпан айында осы пойызға Алматы деген ат берілді. Алматы деген ат берілген болатын. Мінекей. Сосын өзімше ойлап қалдым, менің сонда бейне роликтерімді сонда жоғары жақ көре ма, Қазақстан темір жолы көре ма, менің ұсыныстарым сонда сояққа шейін жеткен ба деген өзінше ой келді, бірақ шыны керек өйтіп ойлайтында негізі орын жоқ. Менің бір арнам бір ауқымды емес қой, кішкентай ғана арна ғой. Мынаяқта қазір сіздерге келесі шығарылымды айтып кетейін, подкастқа беріп келесі шығарылым бізде Түркістан Павлодар пойызы. Осыдан кейін түсіремін оны. Пока что мынаны көре тұрыңыздар. Сондай ой болды, бірақ енді менің арнам емес, қтж-ның өзінің шешімі, өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Баршаңызды наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Не қойып, не қойғанымды ұмытып қалдым. Жаңа бейнероликтің басында түсіністікпен қараңыздар сәл.
көп сөйлеп кетті деп ойламаңыздар енді. Барынша бөлісуге тырысамын, не болса соны. Қолым тигенше түсірілімге шықтырым. Алда бұйырса ораза айында көп сөйлемейтін шығармын. Тынығыс жатайын деп тұрмын ораза айында да. Оразаға дейін түсіріп алу керек. 1-2 күнде. Бүгін 20-шы наурыз. 3 күннен кейін ораза басталады. Сол себепті ертең ар күні бүгін де Павлодар түсіретін болам. Түсірілімдерді түсіріп, шығарылымдарды дайындап қоям. Одан кейін ораза айында шығаратын болам. Ары қарай мамыр айында мен енді түсірілімге шығамаймын деп ойлаймын. Өйткені ең маңызды ұбытылар ол кезде. Құрамында қанша вагон екен өздеріңіз де білесіздер. 20-ға жуық вагон. Енді почта вагон, жалпы жүк вагонын есептемегенде. Кетті арай жол жек. Талгон сүрем ба дегем, талго болмай қалды. Негізгі мақсатымды айтып қойдымша. Кім еді алдына маған Павлодардың вагондарын жамандағаннан қарсаңшы, Павлодардың вагондары қандай әдемі тұр сырты. Күшті болып тұр ғой. Маңғыстаудың вагондары қандай әдемі. Маңғыстау демеймін енді бұл пойызбен. Алматы деп айтамын енді. Алматының вагондары қандай әдемі. Сол, егер де ақпарат керек болса, мен бұл пойыз жайлы түсірген алдыңғы шығарылым бар. Соны қойып кетейін. Негізгі мақсатым мен сол безендірілген вагондарды түсіріп болып келген негізі. Бірақ болмай қалып, сондай болып тұр енді. Ренжімейсіздер. Қазір мына пойыз жүріп кеткеннен кейін Түркістан Павлодар түсіретін болам. Түркістан Павлодар негізі жақсы пойыз. Көбісі біле бермейді екен да. Бірақ билет алсаңыздар болады. Бізде енді Астанаға баратындар үшін танымал бағыт сол Көкшетау, Петропавл болып қалған да. Павлодарды ешкім білмейді да. Түркістаннан Павлодарға пойыз бар екенін де білмейді біреулер. Біреулер білсе де әйтеуір үйреніп қалған сол Көкшетауға, Петропавлға алады әйтеуір. Қолайлы болып қалды енді. Кетті, қорамасына жылжи берейік. Пойыздың жүрген түсіретін болам. Бүгін 20-шы наурыз. Кеше ғана сайлау өтті. Сіздер енді дәл бүгін 20-сы көрмейсіздер енді. Кейін көретін жастар. Жиырма 22-23 үшін көресін шығыстыр. Ары кетсе. Бірден шығара салым не оңай емес енді. 1-40 жылдар болып қалады жаңа дегендей. Ресторан вагон. Ресторан сәл енді ескілеу. Кетіп жылжи берейік басына қарай. Жөйін деп отыр қазір. Мынау кезеп қалған ба? Қатырып қойыпты әдемілеп. Сәл кесіп тұрған сияқты маған сөйтіп көрініп қалды да. Күшті қатырып қойыпты. Пойыздың ішіндегі, вагонның ішіндегі адамдар санып бір күшті қарайсың ғой. Мен де жүрсем екен деп ше. Бұйырса жүреміз. Біздің де пойызға мінетін күніміз болады. Бұйырса. Бірінші жолдан. Все түсіндім. Егер көріп атсам, осы безендірілген вагондарды, осы құрамынан көріп атсам егер. Бұдан кейін де келем вокзалға. Сол кезде көріп атсам, түсіріп салам неге. Сообщество бөліміне, YouTube-тың. Сөйлерден көріп атсыздар. Өзім бір түрлі тұрмын, мен соны түсірем деп келем негіз. Бір түрлі ішім ашып кетеді екен ғой.
Болмай қалса. Ештеңе етпейді. Кеттік. Бірінші жолға өтейін мен, иә. Адамдар азайған шығар. Вагонға мінген шығар. Негізі адамдар неге кадрға ілінбесін деп әдейі осы жаққа шықтым. Жаңа қолайсыздырып қоймасын деп. Кеттік ал. Сумаң етіп бірінші жолға өтіп алдық. Бірінші платформаға. Қазір пойыз жүретін болады. Осы орайда мен барша мен көрермендерімді Наурыз мейрамымен шын жүрекпен құттықтаймын. Енді осы орайда барша теміржолшылар қауымын, машинисттер болсын, жолсеріктер, жалпы теміржолдың, жүріп жатыр теміржолдың қызметкерлері болсын. Жалпы Қазақстан теміржолына қатысы бар қандай да бар тұлғалар болсын, барлықтарыңызды мейрамдарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Тек жақсылық тілеймін, жұмыстарыңызға сәттілік. Спортшыларға жеңіс тілейін деп қояйын да. Ал жүріп жатыр, жолдарыңыз болсын. Маңғыстау, Алматы, жалпы Алматы фирмалық пойызының жолаушылары. Ал, сәт-сапар. Жалпы осы құрамның тепловозының машинистеріне де ағзыл сәт-сапар. Зеленого деп қойын да. Жолдарыңыз жасыл болсын. Егер де ақпараттық осы құрам жайлы ақпарат керек болса, мен ақпараттық видеоның жалпы ақпараттық шығарылым бар осы пойыз жайлы. Соны сілтемесін қалдырып қойып, соны өтіп көріңіздер. Негізі менің мақсатым басқа болған бұл пойызға келгендегі. Қазір сәлден кейін павлодар түсетін болам. Оны енді келесі шығарылымда көресіздер. Осы пойызға билет алыңыздар, өкінбейсіздер. Қазақстанның мақтанышы деп айтсақ болады, осы пойыз шыны керек. Алматы. Жақсы. Лайк басамыз.